өзі екінің бірі бара бермейді. Ол қажылыққа ниет етсең де алла тағала қабыл еткен адам барады. Сондықтан ол қанша мен тырыссам да мен міне осы барам десе де бара алмай жарты жолдан да қалып жататындар көп болады. Сондықтан да алла ниетімізді қабыл қылып аман барып аман келу. Мен жалпы өзім 37 жасымда таң намазына жығылуды жөн көріп таң намазын оқи бастадым. Содан 43 жасымда жолдасым үлкен ауылға қайтқан кезден бастап 5 уақыт намазға жығылдым. 5 уақыт намазға жығылып жүріп, алла тағалаға осы меккеге баруды арман етіп жүрдім. Балаларым 60 жасыма келгенде тойымды тойлап береміз дегеннен кейін мен балаларымнан рұқсат сұрадым. Мен қажылыққа барайын, балаларым, мен тойымды тойламай-ақ қойыңдар, менің тойым сол болсын, қажылыққа барып келейін деп, кіші қажылыққа, омараға барып қайттым. Енді өзі 63 жасқа дейін балаларыма айтқам, 63 жасыма дейін мен қыдыратын жерлерім бар, үлкен жерлерге барып қайтуым керек деп ниет қылғам. Сол ниетімді алла тағала қабыл етіп, міне үлкен қажылыққа да бүгін 62 жасымда жол түсіп отыр. Алла тағала аман барып аман келуді нәсіп етсін. Арафа тауына барғанда ол жердегі дұға ешбір қайтарылмайтын дұға. Сондықтан елдің тыныштығын, халықтың тыныштығын тілеп, балалардың амандығын тілеп, ұрпақтың берекесін тілеп, ағайынның берекесін тілеп келетін бірден бір орта. Сондықтан сол ортадағы ниетіміз қабыл болсын деп тілеймін. Аман барып аман келуді алла тағала нәсіп етсін. Міне мына кітапта жазылған, өзі ихрамға қалай кіргендері бар, үлкен қажылықта қалай болатыны, кіші қажылықта қалай болатындығы түгелі жазылып көрсетілген. Сондықтан өзі ережені сақтап аман есен барып келуге алла тағала нәсіп етсін. Ниеттеріміз қабыл болып, аман жүріп, елге аман оралуға нәсіп етсін. Қажылығымыз құтты болсын, бас аман, ден сау болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Елім аман, жұртым тыныш болсын. Ихрамға кірдім деп кіресің, қолыңды да меңді де сабындап жумайсың, ештеңеге тазаланып жуынып алғаннан кейін ана Сафа Маруадан бәрінен өтіп Меккенің Қағбаны 7 айланғаннан кейін үйге келіп, Қағбадан шықпай тұрып 2 рет дұға жасап сол жерде, одан кейін 2 ракат намаз оқимыз. 2 ракат намазымызды оқып алып, құрметті жамағат, мен сіздерге дәл қазір қажылық туралы біраз мынау қажылыққа не керек екенін, керекті заттар болатынын барлығын түсіндіре кетейін. Өзім осыдан 1-2 жыл бұрын омара қажылығына барып келіп едім. Сондағы білген тергенімді, жиған тергенімді ортаға сала кетейін деп сіздерге жасап жатырмын. Қазір үлкен қажылыққа жол түсіп тұр. Қызмет саяхаттық компаниясына өте үлкен алғысым шексіз. Сол компаниямен алла тағаланың бұйрығыменен жол түсіп сапарға шығайын деп тұрмын. Дәл қазір енді менде визам да дайын болған екен. Кешегі күнде бізге ең керекті нәрселерді бастайын, сіздерге осындай бұйыртсын, сіздерге де қажылық бұйыртсын. Міне менде виза келіп тұр, қажылыққа деген менің қуанышым өте шексіз болып тұр. Осындай визамен шығып қойыпты. Енді ең бірінші керегі осы жаңағы визамды осы шетелге шығуға рұқсат етілетін паспортпенен алып тұрмын. Осы паспортпенен, бұл паспортты енді жоғалтып алмауға тырысу керек. Жолға шыққанға дейін, жолдан келгенге дейін бұл паспорт бізбен бірге болу керек. Онда міне өзі паспортымның шетелге шығуға рұқсат етілгені бар. Соның былтырғы жылда міне барып қайтқандарымызға соғылып отыратын рұқсаттамасы бар. Енді биылғы жылға, содан кейін бастысы онда барған кезде бір мал шаламыз деді, биылғы жылға $250.
құрбандық бізде $250 болып тұр. Мен $300 алдым. Оны осы паспортпен бірге салып қойдым. Тегі жалпы өздеріңізге артығырақ ақшалар алуға міндетті, өйткені ол басқа елде, басқа жерде жүргеннен кейін оның барлығын ақш-тың ақшасына айырбастап алған дұрыс. Менің сіздерге айтайын дегенім, ең бастысы бізде жол жүру тәртібі аяқ киімнен басталса дейін, аяқ киімнің жайлы болғаны жақсы. Мен өзім аяғыма ең басты макаси сияқты аяқ киім алдым. Жеңіл, өте жеңіл болғандықтан жүруге де бәріне ыңғайлы қылып алдым, жолға жүретіндей қылып. Содан кейін аяққа киетін нәскилер алдым. Бұларға мен өзім мынандай компанияның, Чаншин компаниясының прокладкасын пайдаланам. Енді мен аяғым өзімнің ауыратын болғандықтан мынандай эластичный бинттан 2 алып алдым. Оны былай созылмалы бинт, сондықтан да оны аяғым ауырған кезде орап қойғанға көп жүріс болғандықтан шамамен өзімізге керек заттарды жинаймыз. Дәрі-дәрмекті жинау керек. Дәрі-дәрмектің аспирин, давленияның дәрілері ожақсыздық болғандықтан давленияның жоғарылауы әбден мүмкін. Көк шайларымызды өзіміздің ожақта әрине тамақ бәрі жақсы қамтылған. Дегенмен өзіміздің көк шайымызды, керек дәрілерімізді, аспиринімізді, іш аурудың дәрілерін түгелдей салып алған дұрыс. Оны қамтамасыз етіп, о жаққа барғаннан кейін кімнен іздеп, кімнен табам деп жүгіріп жүрмей, әрқайсының өзінің аптечкасы болғаны жақсы. Сондықтан да мен осындай резеңкеден бастап градусникке дейін бәрін салып алдым. Өзіме қажет деген дүниелерді. Давленияның енді өлшейтін мынандай аппараты бар. Осы давленияның аппаратында қоса салып аламын, өйткені өзімнің 2-3 рет инсульт алғандықтан өзім давлениям дұрыс болмайды. Сондықтан бұны да алып салып аламын. Содан кейін дәрі-дәрмектерімнің бәрін аламын. Дәрі-дәрмектердің қандай түрлері керегін жаңа айтып кеттім. Дегенмен түгел дәрі-дәрмектерімді мен осылай салып аламын. Мен мынандай өзімнің хитозан деген өзі дәрім бар. Дәрі-дәрмегім бар. Осындай хитозан көбінекей бұл көп ауруға бұл батты да алып аламын. Содан кейін кардисеп деген қуат беретін кардисеп деген бар. Соны алып аламын. Өзіммен бірге осындай баттарды да қоса алып жүремін. Өйткені осы жолы мен омега-3-ді да алып алдым. Өйткені омега-3 барлық асқазаныма бәріне жақсы көмектесетін болсын, оны да алып алдым. Енді бізге міне очки да керек болады. Бұл очкиді о жақта күн ыстық болғандықтан қашанда өзімізбен бірге очки болғаны жақсы. Өйткені ол күннен көзді қорғағанмен давленияны өсірмеуге көмектесетін бірден бір құрал. Арқаға асатын кішкентай сумка алып алдым. Оған мен зонтигімді салып қоямын. О жақ ыстық болғандықтан мынандай зонтиг алып алдым. Оны ашып қазір көрсетпей ақ қояйын. Бұны сол күннен қорғау үшін пайдаланамын. Басқа отырған жерде сол арқаға ұстайтын рюкзагым. Бұл рюкзакты өте жеңіл болғандықтан оған жаңағы дәрі-дәрмегімді енді артық өзіне керек заттарды салып аламын. Енді мынандай бізге құлаққа тағатын наушник қажетті. Ол жерде оны да алып алыңыздар. Негізінде соткаға қосылатыны керек. Бізді сопровождать етіп жүретін, бізді алып жүретін гид ұстаз бар. Сол кісінің айтқан, оқып отырған дұғаларын біз қайталап бірге 7 рет Меккеде айланғанда сол уақыттарда бізде өте қажет наушник. Сол уақытқа қажетті нәрселерді сіздер алып алыңыздар. Содан кейін ұстаздың айтқан дұғаларын өзіміз жетік білмегендіктен сол кісінің айтқан дұғаларын қайталап айту үшін бізге наушник керек. Ол жерде біз сол дұға қайталау үшін, дұғаны айту үшін енді өзі ниет етіп барғаннан кейін әрбір ниетің дұрыс болу үшін
дұрыс нәрселерді жасап өту үшін ол міндетті түрде бізге ол наушник өте қажет нәрсе. Мен міне жатарға өзімнің пижамамды алдым. Сол жақтарға кигенге ыңғайлы, бұл жатарға киетін пижамам. Одан кейін мен іш киімдерімді алдым. Іш киім, іш көйлектерді мынандай ақтамбал, бұның ішінен киетін іш киімдеріңізді алып аласыздар. Іш көйлегімді алып, міне мынаны өстіп ішіне іш көйлек қылып өзім тігіп алдым. Міне бұны енді мынандай ішке киетін дамбалында алдым. Одан кейін сыртынан ақ көйлек. Бұл көбінесе ақ көйлектерді икрамға кіргенде киіледі, бірақ мен барғаннан қайтқанға дейін үлкен қажылық бізде 21 күн. Сондықтан мен көйлекті молырақ алдым. 4 ақ көйлек, бір көк көйлегімді ғана алдым. Міне мынандай икрамға кіретін көйлектерді алдым. Көйлектерімнің барлығы өзінде басында киілетіні дайын жасалған. Мындай мындай көйлектерімді алдым. Икрамға киетін көйлектер болғандықтан бұлардан міне бір көйлек алдым. Сондай басымен киілетін көйлектен, байлаушымен басымен киілетін көйлектен екеу алдым. Басыменен киюге киілетін көйлектен мен 2 көйлек алдым өзіме. Одан кейін 2 көйлекті мен жай мынандай ақ көйлек қылып алдым. Оны күнделікті өзімнің сол жерде намазға жығылғанға кигенге. Олардың бәрінің ішінен іш киімдер жасадым, дайындап. Бір көйлек алдым. Осындай көйлектерді мен өзіме керек заттарымды алдым. Тағы да керек заттар. Осындай бас киім киетін мен 3 алдым. Өйткені ол жақта енді күн қаншалықты ыстық болғанмен жуып жүретін ыңғайы болмайды. Сондықтан мен оны бас киімнен 3 алдым. Ауыстырғанға, жай жүргенге, ихрамға кіргенге дайындалып. Нәскилер алдым. Ихрамға кіргенде жуынып, тазаланып, иіс сабын жақпайсың, соды суға түспейсің, таза сумен жуынып, сүртініп, сонан кейін ақ киімдеріңді киіп, ихрамға кірдім деп кіресің. Онда дайындалып барлық, оған дейін қолыңды да меңді де сабындап жумайсың, ештеңеге тазаланып жуынып алғаннан кейін Сафа Маруадан бәрінен өтіп, Меккенің Қағбаны 7 айланғаннан кейін үйге келіп, Қағбадан шыққаннан кейін үйге келіп, сол Қағбадан шықпай тұрып 2 рет дұға жасап сол жерде. Одан кейін 2 ракат намаз оқимыз. 2 ракат намазымызды оқып алып, өзіміздің қонақ үйге барамыз. Сол қонақ үйге барғаннан кейін шешініп, кәдімгідей шаштың ұшы қиылу керек деген өзінің шашымыздың ұшын қиып, өзінің ережесімен сай қылып, барлығын өтеп, ихрамнан шығамыз. Умра қажылығында бізде 3 рет ихрамға кірдім. Енді осы 21 күнде неше күн болатынын аса білмеймін. Сондықтан да онда да сондай мөлшерде болатын шығар. Онда өйткені орындайтын шарттары өте көп деді. Ихрамға кірген кезде, ихрамға дейін біз енді тәлбиямызды айтып, ләббәйкамызды айтып, түгелдей ниет қылғаннан кейін тек қана Алла тағалаға салауатымызды айтып, сондай бір ниет етіп барамыз. Сондықтан мына ихрамға кірген кезде мына кітапта өзі жазылған, міне ләббәйк, міне мына кітапта жазылған өзі ихрамға қалай кіргендері бар, үлкен қажылықта қалай болатыны, кіші қажылықта қалай болатындығы түгелі жазылып көрсетілген. Сондықтан өзі ережені сақтап, аман есен барып келуге Алла тағала нәсіп етсін. Ниеттеріміз қабыл болып, аман жүріп, елге аман оралуға нәсіп етсін.
қажылығымыз құтты болсын, бас аман, ден сау болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Елім аман, жұртым тыныш болсын. Бұндағы артта қалған елдің тыныштығын, берекесін де өтінеміз. Ол жерге барып сұрап бару. Қонақ үйлердің әрқайсысы дайын тұрады қазір. Неше жұлдызды үй, қонақ үйге тұрғың келсе, соған ақшаңа қарата дайындайды. Мен өзі қызмет саяхатпен барам. Ол компания өздері мөлшерлеп дайындаған қонақ үйіне барамын. Талап етпеймін ешқандай. Ана жұлдызға барам, мына жұлдыз үйге барам демеймін. Маған өзі құлшылығымды дұрыс өтеп қайтсам болды деп ниет етемін. Бірақ кезінде үлкен ата бабаларымыз әрең барған ғой бұл қажылыққа. Мысалы абай аталарыңның әкесі Құнанбайдың өзі бұл кісі 1 жыл жүріп барған, нөкерлеріменен бәрімен 1 жыл жүріп әрең дегенде барған. Ол уақытта үлкен қажылық өтіп кетеді де, сол жақта 1 жыл күтіп жатып, жеткен кезде ол кісілер үлгірмей қалады. Үлкен қажылықтың уақыты бітіп кетеді. Содан бұл кісілер екінші қажылықты тосып, екінші жылғыға қалады, сол жерде жатып. Сонда сол жерде кішігірім қонақ үй салған. Ол кісі өздерінің барған нөкерлерімен, қазір ол кісінің салған қонақ үйінің орнында үлкен 5 жұлдызды қонақ үй бар. Салып қойған басқалар. Енді жалпы бізге қазір барлығы ниет етсең, ақшаң болса, бәріне де қол жетімді болып тұр. Сондықтан енді Алла қолдаса, ниетімді қабыл етсе, аман барып, аман келейік. Арафа тауына барғанда, ол жердегі дұға ешбір қайтарылмайтын дұға. Сондықтан елдің тыныштығын, халықтың тыныштығын тілеп, балалардың амандығын тілеп, ұрпақтың берекесін тілеп, ағайынның берекесін тілеп келетін бірден бір орта. Сондықтан сол ортадағы ниетіміз қабыл болсын деп тілеймін. Аман барып, аман келуді Алла тағала нәсіп етсін. Есен сауда жолығайық. Әмин, әмин, әмин. Ал енді сіздермен қазір қоштаспаймын, өйткені жүздескенше дейін мен умра қажылықта болған оқиғаларымды ғана сіздерге айтып өттім. Енді Алла бұйыртып, жол сапармен аман есен елге келгенде сіздерге үлкен қажылық туралы тағы да айтып беремін. Осы енді менің сіздерге айтайын дегенім.